Құрметті оқырмандар, мені жақсы көріп оқитын шығармаларымның бірі Бербес Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі. Мен оны қанша оқысам да қайталап оқи бергім келеді. Себебі ол шығармада әр баланың басына өткен балалық шағының қызықты оқиғаларына толы. Әрқайсымызда аяулы әжелеріміз бар. Ал мен қазір әжесінің қожаға айтқан өсиетіне сіздерге үзіндісін оқып бергім келеді. Әжем тағы да тұрып алып, құлағымды сасытқан дағдылы өнегесін айта бастады. Шыбыным, әйтеуір ешкімге тимей, ұрынбай, жайыңа жүр. Тек жүрсең, тоқ жүресің дейді атаң қазақ. Сенің тентектігіңді менен басқа ешкім де көтермейді. Әйтеуір саған айтар ақылым, тыныш жүр балам, тыныш жүр. Біреудің ала жібін аттаушы болма. Мешкей деген ат жақсы емес. Осы үлкендер деген қызық халық. Бір менің әжем емес, қай-қайсыда балаларға шетінен өсиет айтқыш, жөн сілтегіш, ақылгөй келеді. Олай етпе, бұлай ет, ананы істеме, мынаны істе деп тәптіштеп тұрғанда таңдайларына шаң көтеріледі. Ал енді өздеріне қараңдаршы, не қилы жаман мінез, жөнсіздік осы үлкендердің арасынан шықпай ма? Ұрлық істеп сотталып жатқан кім? Үлкендер. Мас болып, әйел баласының үрейін алып, үйінде шұрқа шығаратын кімдер? Үлкендер. Бәлеқорлар, жемқорлар, жалақорлар, бәрі үлкендерден шығады. Ендеше олар бізге, балаларға ақыл айтып, жөн сілтемес бұрын әуелі өздерін түзеп алса, қандай жақсы болар еді.